Менің атым Сабыржан Нұрбек. Мен Петропавл қазақ-түрік лицейінің 11-ші сынып оқушысымын. Лицейіміздің өзін-өзі басқару ұйымының басшысымын. Басшысы болып мен 10-шы сыныпта тағайындалдым. Өзін-өзі басқару ұйымының басты мақсаты ол оқушы, мұғалім, лицей әкімшілігі арасында жақсы қарым-қатынас орнату. Қарашаның 11-12 күндері мен және лицейіміздің тәрбие ісі жөніндегі директор орынбасары Нұржігіт Әділова мырзамен Астанаға 2 күндік форумға бардық. Форумның бірінші күні КТФ халықаралық қайырымдылық қорының президенті Өте Дархан мырзамен кездесуден басталды. Өте Дархан мырза бізге жалпы өзін-өзі басқару ұйымының маңыздылығы туралы және өзіндік өмірлік тәжірибесін бөлісті. Осы кездесуден кейін бізді мәжіліс депутаты Бақтыбек Смағұл мырза өзіне қабылдады. Ол кісі туған жердің, туған елдің адамға маңыздылығы туралы және болашақ тек жастардың қолында деп айтты. Біз республикамыздың білім вице-министрінің қабылдауында болдық. Эльмира Амангелдіқызы бізге еліміздің білім беру жүйесі туралы болашақ жоспарларымен бөлісті. Шынымды айтсам, осы кездесу көңілден шықты. Себебі ол кісі өз уақытын бөліп бізді жақсы, жылы қабылдады және әр оқушыға кішігірім бір сый тартты. Біз Қазақстанның тұңғыш президент мұражайына бардық. Бұл мұражайда біз елбасының туып өскен жерін, оқыған мектебін және тұлға болып қалыптасқан кезеңін таныстық. Елбасының халыққа адал қызмет көрсеткені үшін көптеген мадақтамаларды көрдік. Сол мұражайда біз басқа елбасшылар оған сыйлаған сыйлықтарын көре аламыз. Бұл мұражайдан кейін біз жатақханаға оралып, өзіміздің кішігірім іс-шараға кірістік. Ол іс-шара 21-ші ғасыр көшбасшы деп аталды. Бұл бір ойын болды. Қызықты өтті. Біз біраз сергіп алғаннан кейін біз футбол ойнауға көштік. Біз бір-ақ күн таныс болсақ та, басқа ер балалармен жақсы бір топ құрып, бір жақсы футбол ойнай алдық. Форумның екінші күнін біз мәжіліс үйінде экскурсиядан бастадық. Бұл ғимаратта заңдар шығарылып, еліміздің күрделі мәселелері шешілгендіктен бұл ғимаратқа кіру мен үшін бір жауапкершілік болды. Форум Семей қазақ-түрік лицейінің түлегі Саясат Нұрбек мырзамен кездесумен аяқталды. Саясат Нұрбек мырза лицей түлектерінің лицей аяқтағаннан кейін тап болатын қиыншылықтары туралы бізбен талқылады. Ол бай өмірлік тәжірибесін бөлісті және болашақта бізге тек қана жақсылық беретін кеңестерін берді. Осы форумнан кейін мен лицейді жақсартамын деген бір шабыт алдым. Мен ойымша осындай шаралар, осындай форумдар жалғасын тапса, тек қана лицейде емес, басқа мектептер. Сонда сол мектептер өзін-өзі басқару ұйымының маңыздылығын түсінер және оқушылар мектеп өміріне белсенді қатысады.